шариғат бойынша ар неден жағдайға байланысты үкім да өзгеруі мүмкін. Егерде сабыр етуге мүмкіндік болмаса, онда парыз үйленуге, парызға дейін көтеріледі, важип. Егерде сабыр етуге мүмкіндігі бар болса, онда сүннет деп айтады үйлену. Бұрынғы заманда неде білім іздейтін талабаларға білім іздеушілер үйленуді кейінге қалдырған, кешіктіріп. Егерде үйленсе, отбасы құрғаннан кейін қол тимейді білім іздеуге. Сондықтан, мысалы, имам Ахмед ибн Хамбал рахимахулла 40 жасында бірақ үйленген екен деп айтады. Енді оны бұрында естіген шығарсыздар, енді бұл жерде айтып кетуді керек. Кейбір сүнни ғалымдар бойдақ болып кеткендер де бар. Енді оның ар жағында себеп жаңағы үйленсе, білімнен құрғаламыз деп, біліммен айналысқан үшін сол айтады. Осындай нелер де бар. Біз енді жан-жақтан дінді түсінсек, бүкіл жағынан, онда шектен шығу деген әртүрлі мынандай қатты кету дұрыс емес пікірден аулақ болып жүреміз. Кейбір кезде мубах үйлену, кей кезде макрух жағдай болуы мүмкін үйленген, ал кей кезде де харамға да айналуы мүмкін. Егер де жаңа хадис бойынша шамасы келмесе үйленуге, денсаулығы болмаса, басқа да асырауға да ешқандай қолынан келмесе, ондай адам кезде харам болады үйлену, мысал ретінде. Енді сол хадисте және пайғамбар саллаллаху басқа да сөзінде айтады: «Никаху суннати фаман рағиба анха фалайса минни». Үйлену, некелесу менің ұстанған жолым, сүннетім, кімде-кім содан бас тартса, ол менен емес, өзіңді мұсылман деп санап жүрмесін. Некелескеннен кейін отбасы пайда болады. Отбасы жайында біздің мұсылман ғалымдар мынандай мысал келтіреді. Отбасы ол кәсіп орын сияқты. Кәсіп орында басшы болады, қызметшілер болады, әрбіреуінің міндеттері бар атқаратын, және әрбіреуінің беретін алатын хақылар бар. Әрбір адам өзінің міндетін атқарса, хақын берсе, сонда бәрі іс жақсы болады. Қандай еш нәрсе бұзылмайды, бәрі дұрыс болып өзінің немен орнымен жүреді. Берекесі де болады, бәрі де жақсы болады. Ал міндетін білмегенде, атқармағанда, сосын басқа бір хақын сұраған кезде, сол кезде бәрі бұзылады. Сондықтан шариғатымызда айтады, адам, мұсылман адам бірінші өзінің міндетін атқару керек, содан кейін талап ету керек. Мен хақымды беріңдер, осы нәрсені ұмытпау керек. Кейбір адамдар бар, хақын бер деп айтады, міндетін өзін атқармайды. Өзінің міндетін білмейді, немесе істегісі келмейді, нәпсіге берді бар түрлі себеппен, бірақ ол өзінің хақында алғысы келеді екен. Осындай жағдайлар кездеседі. Сол міндеттер хақы жайында егерде айтсақ, ол еркектің хақы жайында Алла Тағала Құран Кәрімде «Ад-риджалу қаввамуна аля ниса». Еркектер әйелдерді билеушілер. Еркек адам әйелге басшы болады отбасында. Осын еркектің басшылықтағы хикмет бір адам ғана басқару керек, бірнеше бастық болса тартыс болады, содан ешқа берекесі кетеді. Сондықтан бір адам басшы болу керек. Еркек адам неге басшы болады? Сол неде келесі аятта «Бима фаддалаллаху». Оларды Алла Тағала артық етті дейді, жаңа еркек адамдарды. Артық еткенде жаңа күші жағынан, дене күші жағынан, сосын кей кезде не жағынан, қисынға салу жағынан. Осы жерде біз ең басты түсіну керекпіз. Біздің ислам дініміз, хақ дінімізде бізде әйел еркектен төмен деп саналмайды. Ол ғана өткен бұрынғы кітап иелерде солай. Әйел олар діндеріне адам емес. Әйел олар жаман бір жаратылыс. Сондай бізде әйел еркекпен бірдей келеді. Бірақ Алла әртүрлі жаратқасын, әрбіреуінің өзі жеке несі бар, жұмысы бар. Мысалы, еркек адам осындай нелер болса, жаратылысының артықшылықтары, ақыл жағынан, денеде күш жағынан, қисынға салу, қисынмен жүру. Әйел баласы сезім жағынан артық жаратылған, жүрек жағынан. Сол себептен әйел баласы бала жылаған кезде ол шыдалмайды. Өзінің ұйқысын қиып, ұйықтамай тұрады баласын қарап. Еркек адам ондай кезде ұйықта беруі мүмкін. Сол себептен осылай баланы
қарау үшін, мейірімді ету үшін Алла Тағала әйелді осылай артық жаратқан. Сондықтан осындай нелер дұрыс ар нәрсені түсіну керекпіз. Енді еркектің хақы жайында да басқа сөзінде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, егер де мен әмір еткенде Алладан басқа бірге кейін сәжде етуді әмір етсем, онда әйелге өз күйеуіне сәжде етуді әмір етуші едім. Мағынасы тікей емес, оны жақсы өздері түсініп алсыздар. Мағынасы қатты құрметтеу. Әйел баласы өзінің күйеуді қатты құрметтеу керек. Сәжде қылғандай, сәжде жасағандай сондай құрмет жасау керек. Енді әйелдің хақы жайында бізде Құранда Алла Тағала айтады: «Ва ашируһунна бил маруф», әйелдерге жақсылық істеңдер. Және Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадис шарифінде «Истаусу бин нисаи хайран», әйелдерге жақсылық жасаңдар, жақсылық істеңдер бұйрық етеді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқа сөзінде «Хайрукум хайрукум линнисаи», сендер ең жақсы адамдар өз әйелдеріне жақсы болғандар. Осындай әйелдеріне жаман болғандар ол жаман адамдар деген мағынасы. Сондықтан әрбір мұсылман өзі жақсы мұсылман болуға тырысқасын, ол осындай жағдайда да соны байқап жүреді. Және ең басты мұсылман адам әділетті болады. Ол жаңа қалай өзіне жақсылық қалайды, басқа да мұсылман бауыр болсын, мұсылман қарындас болсын, бәріне де тура солай жақсылықты қалайды. Өзіне не қалайды, сол қандай жақсы, басқаларға тура сондай жақсылықты қалайды. Яғни мұсылман адам әділетті болады. Тек қана өзінің хақын басқа біреуден жоғары санамайды. Өзіңіздер білесіздер, недегі Құранда Алла Тағала мұхажирлерді сол кезде мақтаған бір себеп, олар басқа мұсылмандар, ол кезде ансарилер, өздері мұхажирлерді өзінен артық көрген, өзінің хақын беріп, осылай артық көрген екен. Сондықтан мұсылман адам бірінші Алла ризалығы үшін жасайтыны бар, екіншіден жаңа осындай міндет қылмай, өзінен де артық көреді басқа мұсылмандардың. Бір хадис шарифінде айтқандай, мұсылман бауыр бір тамақ ішкен кезде соның дәмін өзі сезіп тұрады. Өзі жегендей сол тамақты өзінде сезіп тұрады екен. Алла Тағала Құран Кәрімде мұсылман отбасын сипаттағанда бізге айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ». Және Алла Тағаланың белгілерден, аяттардан сендерге іштерінен жұбайларды жаратты сендер үшін. Олармен бірге тыныштықты табу үшін бұл тіршілікте. Және араларында махаббат, бір-бірін ұнату мен мейірім, сезімді жасады. Екі сезім, бір-бірін жақсы көру және мейірімділік, бір-бірінді аяу, рахым ету. Осы жерде ойланатын, пікір ететін қауым үшін белгілер бар. Мағынасы адам пенде жақсы көру, ұнату деген уақытша азаю мүмкін, көбею мүмкін, бір күні жоқ болып кетуі мүмкін. Бірақ мейірімді деген мейірімділік сипат ол мұсылмандарда әрдайым болады. Хадис шарифінде «Ман ла ярхам ла юрхам», кім-де-кім мейірім етпесе, рахым етпесе, оғанда да ешқандай мейірім, рахым жасалмайды. Сондан адам пенде болғасын кемшіліксіз болмайды. Әрбіреуде кемшілік қателіктер жасайды. «Куллу бани адам хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун». Хадис шарифінде айтылғанда әрбір адам баласы қателік жасайды, бірақ қателіктерден солар қателесетін ішіне ең жақсылары таубеге келіп, таубе жасайтындар, Алла Тағала қайтатындар, өз қателіктерінді түсініп, өкінетіндер. Содан кемшіліктерге әртүрлі неге мейірімділік болса, кешірім болса, сол кезде отбасы тәтті жалғасады, жақсы берекелер, өмірлер жақсы жалғасады. Енді сол мейірім болмаса, сонда өзіңіз түсініп аласыздар, арты қандай болады екен. Бір мұсылман әйел Асма бин Хариджа бұрын өзінің қызын ұзатқан кезде қызына ақыл береді. Сен мынау бөтен үйге бара жатсың, балам, деп өсиет береді. Бөтен жерге бара жатсың.
Енді сол жерге барғанда мынандай істе дейді. Куни лаху ардан якун лаки самаан. Сен өз күйеуіне жер сияқты бол, ол саған аспан болып кетеді. Аспан болады сен үшін. Куни лаху аматан якун лаки абда. Күйеуіне құл сияқты бол, ол да күйеу саған да құл болып кетеді. Сөздердің мағынасы, өсиеттің мағынасы, жақсылық істе күйеуіне. Жақсылықты істеп жүрсен, күйеуің жақсы адам болса, жақсылығын қадірлеп, сен жақсылығын бағалап, ол да жақсылық саған істейді, қайтарады жақсылықпен. Сонымен өмірлерін осылай жақсылық бір-біріне істеумен жақсы өтеді. Тек қана бір-біріне жақсылық істеп жүресіңдер бір-біріне. Сонда жақсы адам жақсылықтың қадірін біледі. Осы жайында Алла Құран Кәрімде «Әл жазаул ихсани илля ихсан». Жақсылықтың негізі сый тек қана жақсылық болу керек қой. Сұрақ ретінде Алла Тағала айтады, оған жауап әрине. Әрине жақсылыққа адам жақсылықпен қарсы алу керек. Жақсылыққа жақсылық. Мысалы Алла Тағала пендесіне жақсылық істейді, сол пенде де сол жақсылық ихсан істеу керек деген сияқты. Кама тадину тудан, қалай өзің істейсің, сол саған да сол болады деген басқа хадис шарифінде. Мысалы, қалай істедің, саған да сол болады деген. Бұл жерде бір мағына тағы да міндет қылу, жақсылық істеді, енді ол да маған жақсылық істеу деген мағынада мұсылман ондай ниетпен жасамайды. Бұл жерде мағына екінші мұсылман адам соны бос қалдырмай, шүкіршілік жасап, жақсылықты түсініп, өзі жақсылық істейді, Алла ризалығы үшін. Осылай екі жақ жарысады бір-бірімен. Кім жақсылықты көбірек жасайды. Сауап үшін осылай істелінеді. Және сол осы байланысты еркек адамға Алла Тағала талақ мәселесін еркек адамға берген хикметі, еркек адам ақылға салады екен. Алысқа ойлайды екен. Ертең не болады, сосын не болады, бірнеше алысқа ойлап сол ойлайды екен. Неге әсерге берілмей, бірден эмоцияға әсерге берілмей, үкім жасамайды, әсерге беріліп. Әйел баласы керісінше сол сезімге беріліп, сондықтан әйел баласына содан талақ деген нені беруді бермеген шариғат. Енді біз естіп жүргенде кейбір мұсылман бауырлар осына өздерін қиын жағдайға түсіріп, пәленше үш рет талақ еттім, енді не істеуге болады, қалай болады, анау деп. Сонда сол бәрі ар жағында осындай өзін еркектің сипатын, дінде не үшін оған қолына талақ берілген, соң бәрі білмегендігі, сабыр ете алмағандығы, мынандай ар жағында міндет қылуда болуы мүмкін. Ашуланған адам көбінесе міндетті қылғаннан ашуланады. Сен деген адамсың. Ал мұсылман адам ол сабыр етеді. Мысалы бір сөздерінде айтады, бір риуаяттар бойынша, егерде әйелдің мінезі жаман болса, мұсылман күйеу сол үшін сауап алады, жазылады. Соған сабыр етсе, оның сауабы жазылып тұрады. Сондай неде. Мұсылман адам үшін жасамайды, ол әр нәрсені жақсылық үшін істейді, сауап үшін соны істеп жүреді. Енді сол осындай жаман қадамға баратындар, енді ажырасу мубах болғанмен соған қадамға баратындар, олар бір нені ұмытып жүр шариғатта. Ол шариғатта хадисте мынандай сөздер айтылады. Малғұн иблис, жын шайтандардың бастығы иблис, әр күнде өзін жын шайтанның бәрін жинап есеп алады. Бүгін не бітіргенсіңдер, қалай азғырғансыңдар, не істегенсіңдер, біреу келіп есеп береді. Бір жын шайтан келіп айтады, мен адамды намазды тастаттым біреуді. Ол қайтадан намаз бастап кетеді дейді иблис. Бәленше айтады, мен адамданы бәленше күнәш істеткіздім, арақ ішкіздім, ол деген тәубесін жасап тастап кетеді, ішпей кетеді. Бір кезде біреу келіп бір айтады, мен еркек пен әйелді ажырастырдым деген дейді. Сонда малғұн иблис, нема әнта, қандай кереметсің, қасына келіп отыра қал деп, қасында кел деп өзіне жақындатып, өзінің ғаршына қасына отырғызады екен.
осындай өзінің тағының қасына отырғызады. Сол жын шайтан. Осы жерде де біз түсінетініміз сол ар жағында сол табақтың ар жағында малғұн шайтанның ісі бар, азғыру бар. Мұсылман адам жақсы біледі, шайтан адамның нағыз дұшпаны, сонымен соған берілмеуге әртүрлі жолдармен, біліммен соған қарсы тұру біледі мұсылман адам.